Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін бізде робототехника сабағы. Сабақтың тақырыбы бағдаршам жобасы және берілген тапсырмалар бойынша командалық жұмыс. Оқу мақсаты оқушылардың түс дәтчігі, оның баптаулары және жұмыс істеу принциптері жайлы білімдерін арттыру және тәжірибелік жұмыстар арқылы объектінің түсін анықтау үшін бағдарлама құру жолдарын меңгеру. Бізде астында сілтеме берілген осы Lego Mindstorms F3 программасын. Осы сілтемені браузерге жазсаңдар, программаны көшіріп, бұл программамен жұмыс істеуге болады. Келесі бізде бағдаршам жобасы. Бағдаршам жобасына бірінші түс сұрыптауыш роботын пайдалануға болады. Екінші, түс сұрыптауыш роботының конструкциясына өзгеріс енгізбейміз. Тек бағдарламасына ғана өзгеріс енгіземіз. Бағдаршам жобасына практикалық жұмыс жүргізіп көреміз. Төртінші, бағдаршам жобасына басқа да роботтар келеді. Тек түс сұрыптауыш робот емес, басқа да роботтармен бағдаршам жобасын жасауға болады. Келесі бізде Lego Mindstorms бағдарламасын көрсетейін. Lego Mindstorms Edition F3 ашамыз. Осында бізде оқушылар бізде білетін шығар. Бізде мұнда конструкция дегенде бізде сортировка света деген бар. Сортировка света. Бізде бұнда сортировка светаның бізде бағдарламасы берілген. Дайын бағдарламасы берілген. Алсырақ көрсетейін, мұнда ұзын. Бұнда біз өзгерістерді қазір көрсетейін, жақынырақ көрсетейін. Өзгерістерді біз мұнда енгіземіз. Осында бізде көк түсті алып тастаймыз, галочканы. Соң келесі бізде мұнда осында өзгеріс енгіземіз. Blue'ды көкке алып тастаймыз да, оның үстіне мұнда hello дегенді жазамыз. Қалғандары тұра береді. Сонан кейін мұнда бізде үште қара домалақ тұр. Оны аламыз да 5-ке қоямыз. Яғни бізде қызылға лақтырады. Қызылдан бастайды, сонан кейін сары, сонан кейін жасыл. Сонан кейін hello деп айтады роботымыз. Енді оқушылар бағдаршам жобасына байланысты түс сұрыптауыш бағдарламасындағы өзгерістерді суретті көрсетейін. Бізде сол жақтағы түс сұрыптауыштың өзінің бағдарламасы, оң жақтағы бағдаршам жобасына жаңа айттым, көк түсті алып тастаймыз деп. Келесі жалғасы бізде түс сұрыптауыш бағдарламасының өзінің бағдарламасы, оң жақтағы бағдаршам жобасының бағдарламасы. Бізде жаңа көкті алып тастаймыз. Көкті алып тастаймыз, оны немене қоямыз? Hello деп қоямыз. Blue'дің орнына hello деп жазамыз. Сонан кейін үште мына жерде қара домалақ тұр ғой. Оны біз бағдаршам жобасына 5-ке қоямыз. Яғни бізде түс сұрыптауыш жасылдан бастап, жасыл стаканға тұстап бастайды бірінші. Ал бізде бағдаршам жобасына қызылдан бастайды. Қызыл түсті стаканға лақтырып бастайды, соның сарыға кетеді, соның қызылға кетеді. Түсінікті, енді біз
Mine сабаққа назар аударайық. Практикалық жұмысы көшейік. Сұрыптауыш роботты құрастырдым. Сұрыптауыш роботтың бағдарламасына өзгерістер енгіздім. Бағдарлама жобасына байланысты өзгерістер енгізілді. Бізде 3 стакан берген. Қызыл стаканға мында бірінші стаканға қызыл, екінші стаканға сары, үшінші стаканға жасыл түседі. Яғни телефонда көріп тұрғандай қызыл, сары, яғни бағдарлам бойынша түсу керек. Okuyor, sınıfta oluyor. Оқушылар, көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңдар.